саламатсыздар ма? 5-те 168-ші есебіміз шығарамыз. Яғни жұмысшы бір күнде станокпен 16 тетік өңдеген екен бір күнде. Бір күнде 16 тетік дейді. Енді ол жаңа жұмыс сапасын жақсартып, бір күнде 24 тетік өндірген екен. 24 тетік өндірген. Яғни ол негізінде бір күнде 16 тетіктен, яғни бір ай істейтін жұмысты ол не істеген 8 күнде ғана бітірген екен. 8 күнде бітірген екен. Сонда не жерде 8 күн деп қойын, мына жерде яғни бір ай деп қойын. Яғни бұл жерде бізге табу керек, жұмысшы айына неше тетік өңдеу қажет. Бізге ол белгісі, сондықтан айында X деп аламыз. Енді оны тау үшін белгілей, бір ай бойы істейтін тетікті не істейміз? Бір күнде 16 тетік істейді, соған бөліп алсақ болады. Демек, X деп алайық, онда X бөлінген 16 дейік. Артығымен істегендіктен 24-ті азайтып тастайық. X бөлінген 24 тең болады, яғни 8 күндегісін табу керек. Сонда ортақ бөлімі 48-ден берсек болады. Онда 48-ден мұнда 3-ден береміз, мұнда 2-ден береміз. Сонда 3x азайтылған 2x тең болады. 48-ді 8-ге көбейтеміз. Яғни 384. 3x-тен 2x азатсақ, біз 1x қалады, 384. Демек, жұмысшы айына 384 тетік өңдеу қажет екен, сонда бір айда. Яғни, бұл жерде жауабы айына 384 тетік. Енді міне жерде шыққан мәнді X-тің орнына қойып есептеп көрсеңіздер болады, сонда 8 шығады, ол түсінікті. Әдетте ол егер 16 түтіктен істейтін болса, онда ол 24 күнде бітіріп отырған, ал 24 тетіктен істегенде ол 8 күнде бітірген екен. Келесі 169-ші есебін шығарайық. Тізбектеш 3 жұп санның шеткі екеуінің 2 еселенген қосындысынан 3-ті шегерсек, онда 29-ға теңдейді. Яғни, бірінші жұп санымыз X деп алайық. Мына жерде Ж деп қойын. Екінші жұп санымызда X қосылған 2 деп алайық. Үшінші жұп санымызда X қосылған 4 тек. Яғни, жұп сан болғандықтан мен тақсан алмадым. Яғни, X-іміз онсызда бізде белгілі, 2-ні қостық және 4-ті. Енді бұл жерде айтады, тізбектес 3 жұп санның 2 шеткі десе, онда бірінші сан мен үшінші санның қосындысын аламыз. Екеуін қосамыз дейді. Қосамыз, екеуін қостым. Оны 2 еселенген дейді. 2 еселенген және одан 3-ті шегерсек, тең болады 29-ға дейді. Енді осыны шығарып көрек. Яғни, не жерде 2x қосылған 4, жақша сыртында 2 азайтылған 3 тең болады 29. Яғни, жақшаны ашатын болсақ, 4x қосылған 2 4-ім 8 азайтылған 3 тең болады 29. Сонда 4x тең болады 29. Мына 8-ден 3-ті азайтсақ 5 болады, ол минус болып түседі, плюс 5 болғандықтан. 4x тең болады. 29-дан 5-ті азайтсақ 24 болады. X табу үшін 24-імізді бөлеміз 4-ге. X-іміз тең болады 6-ға. Сонда, яғни міне жерде X-іміз 6-ға тең болса, ортаңғы санымыз 6-ға 2-ні қосамыз 8-ге тең екен. Ал үшінші санымыз, яғни 6-ға қосамыз 4-ті 10-ға тең екен. Демек, бізге табу керек бұл жерде ортаңғы санды тап дейді. Ортаңғы санымыз 8-ге тең екен. Не жерге жазайын? Ортаңғы сан
ортаңғы сан 8. Яғни бұл жерде x-ті таудық, ол x-іміз жалпы белгісіз санды таптық, ал ол ортаңғы санға жатпайды. Түсінікті, иә? Мынау 8-іміз ортаңғы сан, 10 ол үшінші сан, шеткі сан. Басты сан 6 сан екен. Келесі 170-ші есеп шығарайық. Енді бұл жерде 170-ші есебімізде бір қоймадағы астық мөлшері, бірінші қойма деп қойын, және де екі қойма бар екен, екінші қойма. Бірінші қоймадағы астық x деп алайық, екіншісінде x деп алайық. Екеуі де белгісіз, бірақ бірінші қоймадағы астық мөлшері екіншісінен 2 есе көп десе, онда көбейтеміз x-ке 2-ні. Енді бұл жерде сонда бірінші қоймада енді 2x-ке тең болады ғой. Мынау x-ке тең болады. Бірінші қоймада, екінші қоймамыз x-ке тең болады. Енді айтады, бір қоймада деген бірінші қоймадан 80 тонна астық алынды десе, онда азайтып тастаймыз. 2x азайтылған 80 тең деп алайық. Келесі, екінші қоймаға 40 тонна астық әкелінді десе, ол қосылды, иә? Демек, x-ке қосамыз 40-ты. Енді, осыдан кейін екі қоймадағы астықтар мөлшері бірдей болды дейді, теңесті дейді. Алғашында қоймаларда неше тонна астық болды? Енді тауып көрейік жеке-жеке. Бірінші x-ті тауып алайық. X-іміз, яғни екінші қоймадағы азықты табамыз. Оған және 2-мен көбейтіп, бірінші қоймадағы астық табылады. Ендеше осылай шығарып көрейік. 2x азайтылған x болады, 40 болады, қосылған 80 болады. X болады тең 40-қа 80-ді қосамыз, яғни 120 болады. X-іміз, яғни 120-ға тең болатын болса, екінші қоймадағы астық жауабын былай жазайын. Екінші қоймадағы астық 120 тоннаға тең екен. Демек, оны не істейміз? 120-ны 2-ке көбейтіп жіберсек, бірінші недегі? Демек, 1 деп қоям мына жерде. 120-ны көбейтемін 2-ке тең болады. 240. Бірінші қоймадағы астық, яғни 240 тоннаға тең екен. Келесі 171-ші есеп шығарайық. Енді бұл жерде 171-ші есебімізде әкесінің жасы 40-та екен. Асан мен Үсеннің жастары сәйкес дейді. 12 және 8. Демек, бірінші айтылып тұрғаннан кейін Асанда 12 жас деп қойдым. Үсенде 8 жас деп қойдық. Енді осыған байланысты біз есеп құрастыруымыз керек. Бірінші деп қояйық. Яғни 2 жылдан кейін әкесінің жасы Асанның жасынан 2 есе үлкен болады дейді. 2 жылдан кейін әкесінің жасы десе, онда әкесінің жасы 40-қа біз қосамыз x-ті тең болады. Яғни 2 есе үлкен дегендіктен 2x-ке қосамыз Асанның жасы 12-ні. Келесі, екінші есебімізде Y жылдан соң әкесінің жасы Үсеннің жасынан 2 есе үлкен болады. Жаңағы сияқты 40-қа қосамыз Y-ті тең болады 2, Y қосылған 8 болады. Яғни Үсен. Үшінші есебімізде Т жыл өткеннен кейін әкесінің жасы Асан мен Үсеннің жастарының қосындысына тең болады дейді. Т жыл өткеннен кейін десе, 40-қа және өткен жылды біз қосамыз. Содан кейін Асан мен Үсеннің жастарының қосындысына тең болады десе, Асан мен Үсенде де жас қосады, ол уақыт өткесін, олардың да уақыт өтеді. Демек, яғни Асан бізде 12 жас болса, қосамыз Т-ны. Қосылған Үсеніміз 8 жаста, демек оған да қосамыз Т. Яғни жастарын, жылдарын. Келесі 4-ші есебімізде N
жыл бұрын Асанның жасы әкесінің жасынан 4 есе кіші еді дейді. Ең жыл бұрын Асанның жасы әкесінің жасынан 4 есе кіші десе, онда 40-тан біз азайтамыз енді тең болады. Яғни 4 есе кіші еді десе, мұны жерде, яғни керісінше біз көбейтіп жібереміз. Асанның жасы жана 12-де болса, азайтамыз енді. Келесі 172-ші есебіміз шығарайық. Тік төртбұрыштың ені ұзындығынан 40%-ға тең дейді. Яғни біз бұл жерде 40%-ды не істейміз? 100-ге бөліп аламыз. Сонда болады 0,4-ге. Енді бұл бізде яғни ені ұзындығынан 40%-ға артық болып тұр. Демек, бізде мысалға ұзындығы белгісіз деп алайық онда. Ұзындығы деп алсақ, ені жаңағы 40%-ға артық болады. Демек, көбейтіп жібереміз. Аға көбейтеміз 0,4-ді. Енді бұл жерде оған ұзындығын 2 см қысқартып, ал енін 4 см арттырсақ, шығатын тік төртбұрыштың ауданы бастапқы тік төртбұрыш ауданына тең болады дейді. Бұл жерде теңдеу құрады екенбіз. Енді бұл бізде берілген мән бастапқы тік төртбұрыштың ауданы болып тұр. Яғни екі қабырғасы бір-біріне көбейтіледі. Бұл жерде енді 2-ге қысқартатын болсақ, ненің ұзындығы аға тең ғой. Азайтылған 2 болады, көбейтілген 4-ге, ал енін 4-ге арттырсақ дейді. Мына жерде ені болады 0,4 болады. Демек 0,4 азайтылған, арттырсақ деген қосылған 4 болады. Тең бастапқы ауданы десе, бастапқы болса, онда осыны біз жазып қоямыз. Яғни бастапқысы көбейтілген 0,4. Енді мұна жақшаны ашып көбейтейік. Мұна екеуін бірге көбейтеміз. 0,4 квадрат болады мына жерде. Квадрат. Мұна екеуін көбейтеміз. Плюс болады 4. Енді мұна екеуін көбейтеміз. 0,4-ті 2-ге көбейтеміз. Яғни 0,8 болады, минус болады. 0,8 болады, плюс минус болады. Яғни мұна 2 менен 4-ті көбейтеміз. 2, 4-ім 8 болады. Тең болады. Мына жерде мұны екеуі бір-бірімен көбейтіледі. Сонда мен көбейтетін болсақ, квадрат болады, квадрат болады. 0,4 квадрат болады. Енді мына жерде бос мүшені біз сол жаққа шығарып жібереміз. Мынаны керісінше оң жаққа шығарамыз. Яғни орындарын ауыстырамыз. Демек 0,4 квадрат қосылған 4 азайтылған 0,8 тең болады. Мына жерде 0,4 квадрат шығарамыз екен, тең болады плюс 8-ге. Енді ұқсас мүше мұны екеуін бір-бірімен қысқартып жібереміз. 0,4-тен 0,8-ді азайтамыз. Яғни 3,2 болады. 3,2 аға тең болады. Тең болады. Мына жерде 8 ғана қалды. 8. Аны табамыз. Тең болады. 8-ді бөлеміз. 3,2-ге. Амыз тең болады. Яғни 2,5-ге тең екен. Бізде не еді? Яғни ұзындығы еді. Демек мына жерде жазып қойын, ұзындығы деп қойын. Енді енін тауы үшін, жаңағы, мына жерде ені аға 0,4-ті көбейтеміз. Орнына қояйық. Яғни 0,4-ті көбейтеміз 2,5-ге тең болады. Яғни 1-ге тең екен. Демек бұл ені болады. Енді бұл жерде өлшем бірліктері сантиметрмен берілгендіктен соны жазып қояйық.
мына жерде жауабы, қысқартып жазып қойын. Ені. Осыменен 72-ші есебім аяқталды. Келесі 73-74-терді тағы бір сабақ қылып салатын болам. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер каналыма жазылмаған болсаңыздар, жазылып кетіңіздер. Сау болыңыздар.